қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет сүт, қант, май, ванилин, 2 жұмыртқа. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін сүтті аламыз. Сүтті газға қойып, бір қайнағанға дейін күтеміз. 2 жұмыртқаны жарамыз, және оның үстіне қант қосамыз. Енді осы массаны венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осыған лимонның цедрасын қосамыз. Оны қосуға да болады, қоспауға да болады, өз қалауыңызша бойынша. Енді крахмал қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осыған ыстық сүт қосамыз. Қайнаған сүтті қосамыз. Ыстық сүт қосамыз осыған. Жақсылап тұрып араластырамыз тағы да. Жұмыртқамыз пісіп қалмау үшін. Енді жақсылап тұрып араластырып тұрып, массаны құямыз жаңағы. Сүтке, қалған сүтке. Астын ақымдатып, баяу отқа қоямыз. Кремді осылай бұлғап тұру керек, баяу отқа қойып, оны қоюланғанша араластырып тұру керек. Біз енді осы креміміз қоймалжың болды, енді осыған сары май қосамыз. Бұлғап тұрамыз. Аздап ванилин қосамыз. Май қосқаннан кейін баяу отта 1 минуттай қайнатамыз. Қайнатпалы креміміз дайын болды. Түйіршігі жоқ, өте нәзік, майда, әдемі болып шықты креміміз. Бұл кремді Наполеон тортына және де медовый тортқа пайдалануға болады. Әрқашанда осы каналда жазылыңыздар, лайк қойып отырыңыздар. Рахмет.